Сіздермен бірге қазір продажада хит болып жатқан карамельді пирог пісіреміз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға бір жұмыртқасын сарысын саламыз. Сахарный пудра саламыз. Жақсылап үшеуін араластырамыз. Содан кейін үстіне ұнымызды салып, қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Пакетке салып, морозильникке 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды формаға салып, видеодағыдай артық жерлерін алып, формаға жақсылап тестімізді орналастырып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған мен 3 желанияның вареный сгущенкасын қолдандым. Сапасы енді өте керемет. Заказға дайындайтын болсаңыздар, желательно сапалы сгущенканы пайдаланғаныңыз дұрыс. Енді сгущенкамыздың үстіне 3 жұмыртқаны саламыз. Мен сливки коллехтің сливкиін пайдаландым. 33%. Сливкиімізді құямыз. Жақсылап үшеуін араластырамыз. Арасында сгущенканың іртіктері болады. Ол еш нәрсе етпейді. Піскен кезде барлығы бірге еріп кетеді. Формамызға құйып, қысып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді пирог шығады.